Салем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі болып шығадыған самса жабу әдісім білен бөлісемін. Алдымен пиязымызды, картоптарымызды жақсылап ашылап, жуып, тазалап аламыз. Сосын оларды майдалап, ұсақтап тураймыз. Piyazlarımızды üstü ұсақтап турап, үстінен картошканы да ұсақтап турап, бір ыдысымызға барлығын салып, үстінен тартылған етімізді саламыз. Сосын дәмін реттейміз. Оның үшін мен бұрыш, тұз, зіре, сосын майдаланған кашниш урығынан да септім. Олардың барлығын жақсылап араластырып бір шекеге қойып, өткенде самсаның тестасы деп шығарылған самсамыз морозильникте тұрды. Кейін кешкісін шығарып қойдым холодильникке. Қазір жұмсап қалған. Ал енді оны алып, кесіп, мен видеода көрсетілгендей етіп басып шығасыздар. Барлығын бірдей кесіп, басылғаннан соң екі жаққа қарай оқтау көмегі білен жаямыз. Жайылып болған қамырларымызды алып, біртіндеп әдемілеп жайып, үстіне салмамызды салып шығамыз. Самсаны әрқалай түйеді. Кейбіреулер өреді, кейбіреулер үшбұрышы етіп түйеді. Ал мен үшбұрыш етіп түйдім. Бірақ тағы бір әдісін сіздерге көрсетіп кетейін дедім. Оны мен видеода көрсетіп тұрғандай етіп істесеңіздер, ол да әдемі шығады. Менің каналыма подписаться етіп тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Көпшілік мені тіркелместен көрер екен, сондықтан тіркеліп подписацияға басып қойсаңыздар, мен қуанышты болар едім. Ал самсаларымызға келетін болсақ, самсаларымызды осылай лист түйіп алып, листерімізге жайластырып, үстіне сары жұмыртқамыздың сарысы білен әдемілеп жағып шығамыз. Сосын үстіне әркім арқалай сөйледі. Мен ақ күнжіттен, қара күнжіттен пайдаландым. 180 градуста 35 минут көлемінде пісіріп алдым. Ас болсын, сіздер де дайындап балдарыңызды қуантыңыздар.